Осылай Кербұлақ ауылының тойына да келіп қалдық. Мама деген ортаны бермей құдағилармен билеп жатыр. Папа барса ана жаққа столға отырып алған ғой. Папа билемейсіз ба, маманы қызғанбайсыз ба десем, қой барып билейін деп папа да шықты. Осылай билеп кішкене бойымызға қан жүгіртіп алдық. Содан кейін барып столға жайғастық. Мына жерде құдашалар, барлығымыз құда балалар барлығымыз отырдық. Енді столды күштілеп тұрып дайындап қойыпты. Сосын тамада ортаға шығып, өзін таныстырып, осы той иелерін ортаға шақырды. Айтам бар тарапқа, ұлт едіп, беріп туған аманатқа, амандасып алайын баршаңызбен, жау өткендей болмасын жамағатқа. Ассалаумағалейкум деп сәлем бердім, той деп шулап келген жамағатқа қайын. Қалай ендеше орнымыздан тұрып, қошеметті ұрып, мойынды бері қарай бұрып, осылай шашуларын шашып, той иелерін ортаға қарсы алып алдық. Одан кейін бишілер шықты. Мына бишілер деген бір түрлі билейткен ақа, аяғын ұрып тұрып ше қазақи киініп алып, бірінші рет көріп тұрмын осындай биді. Сонымен енді мына жерде Альмира Тілашар деп тұр. Альмира қызының Тілашары және де муслим жігіттің бір жасын тойлап жатыр. Мына жерде біздің мама папаға құдағилар бір-бірлеріне осындай кит жауып жатыр. Енді қазақтың осындай нелері бітпейді ғой, салт дәстүрлері. Одан кейін барып тамада жаңа ойынға қыздарды, ұлдарды шығарды. Біраз күшті ойындар болды мына жерде. Содан кейін барып, сосын ортаға сіңілімнің қызы шықты. Альмира осындай күшті би билепті. Негізі өзі биге қатысады, икемі де күшті екен. Барлығымыз сыйлық ретінде ақшасын қалтасына салып кеттік. Одан кейін мамалары вальске шықты, осындай биге шықты. Жан-жақтан мамалары негізі өмірінде үйленгелі бірінші рет осындай вальс билеп тұрған шығар. Мама папаны естелік ретінде осы түсіріп алайын десем, мына немересі қоймайды ғой, шықпай қасынан, шық мама мен папаны түсіремін десем, жоқ ата әже менікі деп ше. Сонымен өзіміз де билеп алдық. Мына жерде сіңілім екеуміз ортаға шығып тастап биледік. Сонымен енді тұсаукесу рәсіміне де келіп қалдық. Осындай тұсаукесерін жайып, қамшы, ақша, кітап барлығын қойды. Папасына енді нағашы атасына кестірейік деп біздің папаға кестірді муслим жігіттің тұсауын. Сосын папа өзінің тілегін, ақ батасын берді. Енді көпшілікке. Содан кейін барып муслим жігітті мына ақ дорожкадан жүргізді. Мына жерге барлық заттарды қойған, домбыра, қашық, кілт, ақша, кітап деген секілді. Біреуін де таңдаған жоқ қой муслим жігіт деген. Сонымен мына ақ дорожканы, қамшыны құдағилар маған ырымдап, сен де ұлды бол, саған да жоқсты болсын осындай үлкен той жасау деп сөйтіп ырымдап берді. Кәдімгідей қуанып қалдым. Бұйырса бізге де сіздерге де осындай үлкен той жасау жұғысты болсын. Муслим батырды әрең дегенде қинап мына жерге әкелдік. Аузын қарасаңыз, аузында чупа-чупс. Мына жердегі заттарды таңда десек, ешқайсысын таңдамай жылай береді ғой. Папа мына жерде көрімдік ретінде 10 мың теңге берді, мен де 10 мың теңге бердім. Сөйтіп мына жердегі заттардың барлығын қолына ұстатса, ешқайсысын таңдамайды. Сонымен мамасын шақырды, папасы келді, сонда да таңдамай, әрең дегенде домбыраны таңдады. Бұйырса күйші болсын, әнші болсын деген ниетпен домбыраны ұстаттық. Осылай Кербұлақ ауылының тойына да бар. Негізі баланың тұсауын кескеннен кейін осы жерде қойылған заттың біреуін таңдау керек екенін, таңдамаса ол жаман ырым дейді. Қалай ойлайсыздар? Комментарийға пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Сіздер үшін осы видеоны монтаждап салдым. Лайк басып тіркел